2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы жарқын болашаққа жетелейтін барша ортақ бағдарларды бекітті. Бұл тұрақты дамудың өзара байланысқан 17 мақсаты. Ол мақсаттарға қол жеткізу жер бетіндегі барша халық үшін маңызды. Сонымен қатар мемлекеттік және жеке меншік қаржы қорларының жұмылдырылуын талап етеді. Тұрақты дамуды қаржыландыру бойынша нақты шаралар Аддис Абеба әрекеттер бағдарламасы негізін қалады. Бұл бағдарламада қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерінің құру қажеттілігі бекітілген. Қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдері мемлекеттік деңгейдегі тұрақты даму мақсаттарын қаржыландыру негіздерін қамтамасыз етеді. Олар өзара байланысты 4 блоктан тұрады. Әр блок бойынша ілгері қозғалыс қалған блоктарды да күшейте түседі. Қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдері тұрақты даму мақсаттарын қаржыландырудың жаңа әдістеріне жол ашып қана қоймай, COVID-19 пандемиясы жағдайында одан әрі даму бойынша ұлттық әрекеттерді нығайтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда 70 мемлекет алғашқы болып белсенді түрде қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерін іске асырып жатыр. Қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерін енгізу бастамалары Қазақстан Республикасында да жүзеге асуда. Қазақстан Орталық Азия мемлекеттері арасында бірінші болып дамуды қаржыландыруды бағалау жұмыстарын жүргізді. Бұл бағалау Қазақстандағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінде қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерін жүйелі түрде енгізу үшін қажетті алғы шарттардың бар екенін көрсетті. Алайда механизмді жетілдіре түсу үшін қосымша күш салу қажет. Тұрақты даму мақсаттарын қаржыландырудың тұтас стратегиясын құру қажет. Ол стратегия мемлекеттік шығыс тиімділігін арттырып, қосымша қаржыландыру көздерінің жұмылдырылуын қамтамасыз етуі тиіс. Мемлекеттік жоспарлау мен бюджеттік жоспарлау жүйелерін тұрақты даму мақсаттарымен үйлестіру қажет. Бұл тұрақты даму мақсаттары ұлттық индикаторларын елдің стратегиялық және бағдарламалық құжаттары мен бюджетіне интеграциялауды талап етеді. Сонымен қатар тұрақты даму мақсаттары мониторингі мен есеп беру механизмдерін бекіту қажет. Ол үшін тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу бойынша ілгері қозғалысты объективті түрде көрсететін деректерді жинақтайтын ұлттық серіктестердің әлеуетін дамыту керек. Сонымен Қазақстанда қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерін қабылдаудың келесі қадамы тұрақты даму мақсаттарын қаржыландырудың тұтас стратегиясын құру болып табылады. Бұл стратегия қолжетімді ресурстар мен қажеттілікті салыстыруға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді келешекте Қазақстанда қаржыландырудың кешенді ұлттық механизмдерін іске асыру өте маңызды да құнды болады. Бұл механизм 2030 жылға дейінгі күн тәртібі мен Қазақстан 2050 ұлттық стратегиясын іске асыруға септігін тигізеді. Демек, ешкімде шет қалмайды.